Өмірде талай тағдыр бар. Өткенге жақын араласатын, Зайсанға көшіп келгеніне біраз уақыт болған 80-дегі бір апамыз 2 жылдай қалада болып шөберелерін бақып келді. Келгенін есітіп, амандасуға әрі үйге келіп, шай ішуге шақыра бардым. Денсаулығын сұрап отырғанымда, қалада жатқанында аяғының ісіп, мүлдем жүре алмай қалғанын, қалада тұрып жатқан бауырының Новоявленкада клиника ашып алған қандастарға емдетіп, тәуір болғанын айтып, сол клиниканың дәрігерлерін мақтай жөнелді. Бұдан бірнеше жыл бұрын бауырының Қызылордадағы інісі ауырып, Қызылордада, Астанада, Алматыда әртүрлі диагноздармен емдеп жаза алмағандарында бауыры сол інісін Новоявленкаға апарып емдетіп жазылғанын айтты. Апау, мен туыстарыңыз Марқакөл мен Өскеменде ғана ма десем, Қызылордада да бар ма деген сұрағыма апа өз әулетінің тамыры терең тарихын баяндап кетті. Апаның әкесі ерте қайтыс болады. Шешесі орыс қызы, 3 қызын құшақтап, баласын жоғалтып, аңыраған қазақ енесімен қалады. Солай жылдар өтіп жатады. Тұрып жатқан ауылдарының маңайындағы рудникте сотталғандар кен қазады екен. Сотталушылар еркін қоныста тұрушылар екен. Бірде сол рудникке әдемі келген сауатты жас қазақ жігіті келеді. Сотталған Қызылорда қазағы екен. Сотталғанға дейін әртүрлі қызмет атқарған екен. Міне баласынан айырылып, орыс керіні мен немерелерінің ортасында отырған әженің көзі осы қызылордалық жігітке түседі. Ол жігітке өз баласындай жылы қарап, келініне, басың жас, мен де қанша жасармын, кетем бір күні. Мына 3 жетімекті қалай өсірмексің? Алтайдың өзі әдемі болғанымен, мінезі қатал. Ертең менің көзім кетсе, көрінгеннен көмек сұрап жүргеніңде жаман сөзге қаларсың. Осы жігіттің етегінен ұста, дейді. Әженің тілегі орындалып, келіні мен жігіт бас қосады. Әжеге ол немерелер сыйлайды. Әже де бақилық болады. Өмір өз ағысымен өте береді. Сол тұстарда рудник жабылып, сотталушылар жазаларын өтеуге жан-жаққа таратылады. Қызылордалық жігіт жазасын әрі қарай өз елінде, өз жерінде өтеуге тиіс болады. Ол отбасын өзімен бірге Қызылордаға әкетпек болады. Сол кезде әйелінің әпкесі қанша дегенмен орыс қой, сіңілісіне: сен бұрынғы күйеуіңнен қалған 3 баламен келінге қатал қарайтын оңтүстікке қалай сиямын деп отырсың? 3 балалы орысты қалай қабылдайды? Ұлдарың сияр, 3 қызың қалай сияды? Балаларыңды ойласаң, ол жаққа аттап басушы болма, дейді. Әпкесінің тілін алған әйел Марқада қалады. Жылдар өтеді. Сол кезде естерін шала білетін қыздар мен есін де білмеген ұлдар өсіп, ер жетеді. Білім алады. Бірі мұғалім, бірі әскери қызметкер болып, әр қайсысы бір мамандықтың иесі атанады. Аналары да көз жұмады. Осы әңгімені айтып отырған 80-дегі апаның Қызылордалық өгей әкесінен туған бір бауыры әскери қызметкер болып, Совет одағының әр жерінде қызмет атқарып, одақ тараған соң елге қайтып, әскери қызметін жалғастырып жүріп кетеді. Әскери қызметінің соңына таман полковник шенінде жоғары әскери оқу орнында оқытушылық қызмет атқарады. Бірде сол әскери оқу орнына тағы бір офицер ауысып келеді. Елді таң қалдырғаны сол офицердің түрі, жүріс-тұрысы, даусына дейін өздерінде бұрыннан жұмыс істейтін полковниктен аумайтыны еді. Бірін-бірі сойып қаптап қойғандай. Тіпті әйелдеріне дейін таң қалады. Бірі шығыстық, екіншісі қызылордалық.
Осы жағдай жақындатқан екі отбасы бір-бірімен қатты араласып кетеді. Екеуінің ұқсастығына әйелдері таң қалуын қоймайды. Әйелдері тіпті екеуіне ДНК сынамасын жасатуды ұсынады. Еркектер бас тартады. Әйелден қолы қалған ба? Екі әйел күйеулерінің биоматериалдарын алып, ДНК зерттеу орталығына тапсырады. Келген қорытынды бәрін таң қалдырады. Екі жігіт ағайынды болып шығады. Бір отбасыда өздері 7-8 ағайынды қызылордалық жігіт бұл жайлы бірден әулетіне хабарлайды. Сонда оның анасы кезінде әкелерінің сотты болып, Мархада рудникте істегенін, сол жақта 3 қазақ қызы бар орыс әйеліне үйленгенін, қос ұлды болғанын, кейін Қызылордаға қайтарында ол әйелінің Қызылордаға келмей, Марха жерінде қалып қойғанын айтады. Сөйтіп, ағайындылар бірін-бірі табады. Анасының ақылдылығы сонша, Мархада қалған 3 өгей қызбен 2 ұлмен танысып, ұлдарым, қыздарым деп бауырына басады. Өмірде талай тағдыр бар. Интернет желісінен алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы. Ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.